Міне бүгін біздің тақырыбымыз тригонометрияның негізгі формулалары. Міне синус квадрат қосылған косинус квадрат тең бірге болады. Тангенс альфа мен котангенс альфаны, яғни бұрыштар бірдей болатын болса, бір-біріне көбейтсек бірге тең болады. Және де өткен сабақта үш бұрыштарға қатысты есептер шығарғанда байқаған болсақ, синус альфа тең косинус 90 градустан альфаны азайтқанға тең. Мысалы дейік, бұл жерде синус мысалы 30 градус дейік. Синус 30 градус тең косинустың 90 азайтылған 30 градусына тең. Яғни мынаны азайтып тастағанға. Сонда синус 30 дегеніміз косинус 90-нан 30-ды азайтсақ 60. Екеуі тең. Мысалы, мына жерде кесте бар. Кестеде синус 0 градуста неше, 30 градуста неше, 45 градуста неше, 90 градуста неше, осылардың барлығын жатқа білуіміз керек. Және де байқаған болсақ, синус 30 2-ден 1-ге тең болса, косинус 60, яғни 90-нан 30 алған кезде 60 қой, сол да 2-ден 1-ге тең. Ал синус 60 нешеге тең? Синус 60-ымыз 2 түбірасты 3-ге тең. Синус 60 2-ден түбірасты 3-ге тең. Енді синус 60-ымыз дегеніміз не? Косинустың 90 азайтылған 60-ына тең. Яғни косинус 30-ға тең. Косинус 30-да түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең болады. Осыған назар аударуымыз керек. Ертең есептерде ықшамдайтын кезде осыларды пайдаланамыз міндетті түрде. Міне косинус альфа дегеніміз синустың 90 азайтылған альфасына тең. Дәл осындай 90-ды азайтып тұрсақ, мына екіншісіне тең болады. Тангенс пен котангенс де дәл осылай. Бізге берілген бірінші есеп бір азайтылған синус квадрат альфа. Енді мына формулаларды пайдаланып шығарайық. Мысалы, мына бірдің орнына синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфаны қоя аламыз. Бірдің орнына осыны қойдық. Енді азайтылған синус квадрат альфа деп мынаны өзін жасайық. Сонда мынау минус болғандықтан, плюс болғандықтан бір-бірінен азайтады. Азайтқанда 0 болады, тең косинус квадрат альфа болып өзі қалады екен. Келесі, мына екі жақшыға қарайықшы. Екеуінен қысқаша көбейту формуласына тең болып тұр. Мынауымыз А, Б, А қосылған Б. Сонда А квадрат азайтылған Б квадрат болып тұр. А квадрат дегеніміз не? Бірдің квадраты, Б дегеніміз азайтылған косинус квадрат альфаға тең. Енді қарайық. Мына жерден, мына формуладан егер косинусты теңдіктің екінші жағынан шығарып жіберсек, минус болады таңбасы, минус болып дәл осындай болып шығады. Сонда бұнымыз біздің неге тең екен? Синус квадрат альфаға тең болады екен. Мынадан біздер мынау бізде қарап тұрсақ, уже формула. Бұлымыз бізде 1-ге тең. Сонда 1 қосылған 1 тең 2. Енді мына жерге қарайық. Синус 85. Синус 85 дегеніміз бізде косинуске айналдыратын болса, ол косинус неше болады? 90-нан 85-ті азайтамыз. Косинус 5 градус болады. Көбейту. Тангенс дегеніміз бізде синус 5 градус бөлінген косинус 5 градус. Яғни қарама қарсы жатқан катеттің іргеде шыққан катетке қатынасы. Яғни синус бөлінген косинус, тангенсіміз. Осы жерден қарайтын болсақ, мына жер көбейту болғанда номені қысқарады. Сонда бізде қалады синус 5 градус. Мына жерде жаңа мені айтып кетейін. Тангенс альфа дегеніміз синус альфа бөлінген косинус альфа. Ал котангенс альфа дегеніміз косинус альфа бөлінген синус альфа.
бұл есептерді ықшамдаған кезде осындай керек болады, қажет болады. Ал енді мына келесі есептерге қарайық. Бізде 2 косинус 2 синус 88 қосылған косинус 2 градус. Енді 2 косинус 2 градус. Енді 88 90-нан азайтатын болсақ, косинусқа айналдыратын болсақ, косинус не болады? 90-нан 88 азайтсақ 2 болады. Косинус 2 градус 2 болды. Қосылған косинус 2 градус. Сонда бізде мына жерде неше шығады? 2 косинус 2 градус. Мына жерде де 2 болғандықтан 2 көбейтілген косинус 2 градус. Екеуі бірдей болғасын қысқарады. Мына жерде қысқарса 1 шығады. Келесі, бізде мынау тағы да қысқаша көбейту формуласын пайдаланамыз. Бұл жерде қандай формула келіп тұр бізде? А қосылған b-ның квадраты. Яғни бұл жерде а квадрат қосылған 2ab қосылған b квадрат. 2ab дегеніміз мынау, а квадратымыз мынау, b квадрат дегеніміз мынау. Сонда бізге мына жағын жасау керек. Сонда а квадрат, яғни ab дегеніміз мынау ғой, а дегеніміз, сонда бізде синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа. Екеуін қосамыз да квадраттаймыз. Ал формула бойынша синус квадратқа косинус квадратты қосатын болсақ бізде 1 шығады. Ал 1-дің квадраты бәрібірде 1. Енді мына есебімізге қарайық. Тангенстің 5 градус көбейтілген тангенс 25, тангенс 45, тангенс 65, тангенс 85. Барлығының ортасында көбейту бар. Енді бұны қалай есептейміз? Тағы да мына формуланы пайдаланып котангенсіне айналдырайық. Сонда кішкентайын айналдырайық. Тангенс 5 болсын. Көбейткіштердің орнын алмастырғанмен көбейтінді өзгермейді. Мына 85-ті біз котангенс 5 деп аламыз. Өйткені 90-нан 85 алсақ 5. Мына жер тангенс 25 дек. Көбейту мынаны алайық 65-ті. 90-нан 65-ті азайтсақ 25 котангенс 25 және тангенс 45-дің өзі қалсын. Сонда мына екеуін көбейтсек бізде мына формула бұрыштары бірдей ме? 5 градус 5 градус, біреуі тангенс котангенс. Мынау 1-ге тең. Мына екеуін көбейтсек 1-ге тең. Ал формула кестесі, тригонометрияның кестесінде бар, тангенс 45 градуста нешеге тең болады деген? 1-ге тең болады деген. Сонда 1 көбейтілген 1, ол да 1-ге тең болады.